Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып алып, одан кейін үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен әппақ қантымыз езілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз әппақ болып миксерленді. Енді оның үстіне сұйық майымызды саламыз және сүтімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне қоюлатылған сүтімізді саламыз да тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді оның үстіне ситадан өткізген ұнымызды екі бөліп саламыз. Миксердің жай жылдамдығымен ғана миксерлейміз, араластырып. Одан кейін үстіне қопсытқышымызды саламыз. Міне барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін лопатканың көмегімен осылай шет жағын жинастырып, барлығын араластырып жібереміз. Міне осындай қоюлықта массада болу керек. Дайын болған массамызды 22-лік диаметрлік формаға қызып тұрған пешімізде 170-180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскен-піспеген осылайынан шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Енді піскен әбден суып болған пирогымыздың үстіне осылай қоюлатылған сүтімізді әдемілеп жағып шығамыз. Достар, пирогтарыңыздың одан сайын дастархандарының көркін ашсын десеңіз, осылай пирогтарды осылай әдемілеуге кеңес беремін. Дастархандарыңыздың көркін ашып, әдемі болып тұрады. Сондықтан осылай әдемілеп жасап көріңіздер. Достар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан кейін сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Осы рецепті қайта-қайта жасайтындай боласыздар. Достар, менің YouTube арнамда басқа да керемет бір жасағаннан шығатын рецептің түрлері бар. Соларды қарап жасап көріңіздер. Және арнама тіркеліп қоңыршаны басып қойыңыздар. Келесіде менің рецептімді қарап отырасыздар. Және достар, астыға лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, менің каналымның алға дамуына өз үлестеріңізді осылай қосатын боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.